Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін менің каналымда жаңа рецепт осындай Орео капкейктерін жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қажетті ингредиенттерімізді барлығын дайындап аламыз. Шоколадымызды алып, осылай бөліктерге бөліп аламыз да, сосын оның үстінен ыстық суымызды құйып, жақсылап бөлме температурасында шоколадтарымызды ерітіп алатын боламыз. Бұндай капкейктерді жасау өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады, керемет шығады және сіздің өзіңізге, жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Енді оның үстінен кофемізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Одан кейін оның үстінен какао ұнтағын себетін салып шығатын боламыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп, осылай қасықтың көмегімен немесе венчиктің көмегімен араластырып алып, шамамен бір шетке 2 минутқа қойып қоятын боламыз. Сол аралықта біз осындай Орео печеньелерімізді алып, кез келген жолмен осылай ұсақтап уақытып алсаңыз болады. Блендерде немесе осындай картоп езгішпен немесе осындай оқтаудың көмегімен езіп алсаңыздар болады. Енді массамыздың үстіне шекерімізді саламыз, оның үстінен ас содасын және тұзымызды саламыз және 9% уксустан 1 шай қасық құйып жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз, міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Енді оның үстінен ұнымыздың барлығын салып жібереміз. Ешқандай да алып қалмаймыз, барлығын салып, біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді қасықтың көмегі келмей жатқан кезде біз осы жерде миксердің көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай сұйық қаймақ сияқты масса бізде дайын болады. Оның үстінен сұйық майымызды құямыз да және 2 жұмыртқаны үстінен жарып, салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Массамыз бізде осындай сұйық қаймақ сияқты болу керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, міне осындай масса дайын болу керек. Өте оңай, бұрыннан да жасап көрмеген адамдардың да бір рет жасағанында шығады. Ойланбай жасап көре беріңіздер достар. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай масса менде дайын болды. Енді бұл массамыздың үстінен манағы езіп алған Орео печеньемізді салып, жақсылап барлығын біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Орео печеньесін кремімен бірге қосып езіп алсаңыздар болады. Немесе оларды бөлек-бөлек печеньенің өзін ғана езіп алсаңыздар болады. Енді мен осылай барлығын салдым да қайтадан миксердің көмегімен жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып алдым. Міне осындай масса шықты. Осындай масса болу керек. Енді біз дайын формаларымызға осындай формалар дайындап алатын боламыз. Бұл формалардың 4-тен 3 бөлігі толғанға дейін осы массадан құйып алатын боламыз. Барлығын осылай құйып шығатын боламыз. Менде осы жерде 16 капкейктің ыдысы, яғни 16 капкейк дайын болды. Енді қалауыңызша өзіңізге көптеу қылып салсаңыз немесе аздау қылып салып капкейктерімізді кішкентай болып дайындағыңыз келсе, онда одан да көп көлемде шығуы мүмкін сіздерде. Міне осылай барлық ыдыстарға салып аламыз да жалынды пеште, қызып тұрған жалынды пеште 180-200 градус шамасында піскенге дейін пісіріп алатын боламыз. Яғни өзіңіздің жалынды пешіңіздің реттеуішіне қыздырылуына байланысты шамамен 20-30 минутта немесе одан да көп уақытта пісуі мүмкін. Енді кремін дайындау үшін мен бұл жерде қарапайым кілегеймен қант ұнтағын пайдаландым. Кремнің қандай түрін пайдалансаңыздар да болады. Негізінде бұл капкейктердің кремі маймен дайын болады. Ал менде бұл жерде кілегеймен қант ұнтағынан дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай осындай крем шықты. Өте керемет дәмді болады. Менің балапандарыма осындай креммен жасаған ұнайды. Енді міне капкейктерімізді осындай ағаш шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Піскен, піспеген. Менде міне капкейктерім дайын болды. Енді оның үстінен осындай кремді құйып шығатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай осылай насадканың көмегімен барлығын әрлеп кремін құйып шықтым. Өте кереметтей дәмді капкейктер дайын болды. Енді оның үстінен әрлеу үшін
орео печеньесін салсаңыз болады. Осы ретте кремнің құрамына орео печеньесін манағыдай езіп салып жіберсеңіз де өзіңіздің қалауыңызша жасап алсаңыздар болады. Мен осылай орео печеньелермен әрлеп шықтым. Кейбір даналарын осылай ғана тек қана кремнің өзімен ғана қалдырдым. Өте керемет дәмді болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.